Ана тіліміздің қолданысы мен құрылымы туралы құнды еңбектер жазған атақты ғалым, тіл білімі саласындағы тұңғыш қазақ профессоры, түркітанушы, педагог Құдайберген Жұбанов Ақтөбе губерниясындағы Темір уезі, қазіргі Мұғалжар ауданы, Ақжар деген жерде 1899 жылы туған. Жастайынан білім жолын қуған ол Оспан Ишан мешітінде арабша дәріс алып, Орынбор қаласындағы Хусайн медресесін бітіреді. 1928 жылы Ленинградтың шығыс тілдері институтын және оның аспирантурасын аяқтап шығады. Неміс, парсы, түрік, моңғол, чуваш, коми, грузин, орыс сияқты 18 елдің тілін білген. Тіпті көне шағатай тілінде жазылған Абайдың туындыларын түпнұсқадан оқып, Кемеңгердің шығармасына қатысты басылым беттерінде тұшымды ой айтқан екен. Құдайберген Қуанұлы тілі білімі жайлы үлкен ізденістер жасаған ғалым. Сөз құдіретін терең ұғынған ол тіл мен әдебиеттің тізгінін қатар ұстай білген. Қараша бала, шекті деген лақап атпен өлеңдер, мақалалар, фельетон жазған Құдайберген Жұбанов Тез Ай деген журналдар шығарып, халықтың рухани өміріне үлкен өзгеріс енгізген. Қазақстанның оқу-ағарту халық комиссариаты жанындағы оқулықтар секторында қызмет атқарған жылдары Құдайберген Қуанұлы 5-6 сыныптарға арналған қазақ тілі оқулығының алғашқы авторларының бірі атанды. Ол әдеби тіл мен диалект, қазақ тілінің біртұтас әрі біркелкі болуына ғұмырын арнаған ғалым. Ол музыка өнеріне де айтарлықтай зерттеулер жүргізіп, күй құдіреті туралы сүбелі еңбек жазған. Інісі Ахмет Жұбановтың музыкалық білім алуына да септігін тигізген. Халықтың қамы үшін күрескен зиялы қауым өкілдері 1937-38 жылдары халық жауы деген қара тізімге ілініп, жазықсыз ұсталып жатты. Сол тізімде Құдайберген Жұбанов та бар еді. Алайда басына түскен қиындыққа мойымай, түрменің 4 қабырғасына қамалған тұста да сүйікті жұмысынан бір сәтке де қол үзген емес. Ағайынға, туған туыс, бауырларына қиянат шектірген қасіретті жылдар артта қалды. 1957 жылдары ресми ақталған дара тұлғаның ісін бүгінде ұрпақтары жалғастырып келеді. Құдайберген Қуанұлынан 6 бала тарайды. Соның ішінде үлкен ұлы Есет Жұбанов әке арманын орындап, түркітанушы ғалым болды. Құдайберген Жұбановтың атында өзінің туған жері Ақтөбе қаласында өңірлік университет бар. Осы білім шаңырағында Жұбановтану зертханасы жұмыс істеп тұр. Жыл сайын конференциялар ұйымдастырылып, үздік студенттерге Құдайберген Жұбанов атындағы білім гранттары мен стипендиялар тағайындалып келеді. Бұл өмірін тіл білімінің өркендеуіне үлес қосқан біртуар тұлғаға деген халқының ерекше құрметі болса керек.